Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін шоколад әріптерді қалай жасалу керек көрсететін боламын. Ол үшін бізге ақ шоколад осындай және де қара шоколад керек болады. Шоколадтарымызды қайнап тұрған судың буымен жібітетін боламыз. Микроволновкаға қолдануға болмайды, шоколадтарымыз қатып қалады. Ал осындай бізге әріптеріміз керек болады. Ақ шоколадты қолданатын боламыз әріптердің ішіне. Осындай менде кішігірім спреш бар, 10 миллиграмдық. Мен осыны қолданам. Ақ шоколадымызды қатты ертіп алғанымыз жақсы буымен. Қатты ерісе, оңай әрі таза құйылатын болады, жан-жағына шашылып кетпей. Шоколадымыз әдемі құйылу үшін, жан-жағына шашылып кетпестігі үшін осылай аккурат етіп, ақырын құйып шығамыз. Құйылғанымыздан кейін осылай кішкене ұрғалаймыз. Каждый әріптің үстінен осылай құйып отыратын боламыз. Жаңа жыл аралығы болғанға мен жаңа жыл деп жазатын боламын. Шоколадымызды кішкене салқындатып қатырып аламыз. Қатырып алған соң қара шоколадымызды орташа температурамен судың буымен ертіп осылай құятын боламыз. Мен қасық қолданамын. Қасық мен үшін кішкене ыңғайлы. Кондитерский магазиндерде сатылатын арнайы пакеттерді қолдансаңыздар да болады. Қара шоколад қатты сұйық болудың қажеті жоқ, орташа температурамен құйсақ болады. Себебі ақ шоколадымыз екеуі бірдей шайылып, түрлері қашып кетпестігі үшін, әдемі шығу үшін шоколадтарды осылай құйып, ақырын ұратын боламыз. Салқын жерге қойып, суытып алдық. Қатты салқын болу керек, орташа температурамен суымай қалса, шоколадтарымыз әдемі шықпайтын болады. Сосын осылай ақырын алатын боламыз екі қолдың көмегімен. Сандар бар, мен сандарды көрсетпедім. Сандарды да дәл осылай жасап бересіздер. Жаңа 2023 жыл